Көңіл-күйлеріңіз қалай? Олай болса, бүгінгі сабағымызды жақсы жоғары деңгейде өткізейік. Бар білгендеріңізді ортаға салыңыздар, аяп қалмаңыздар. Топтық жұмыспен қалай жұмыс жасау керек екенін білесіздер балалар. Бір-біріңізді тыңдаңыздар. Бағалайтын кезде бір-біріңізді бағалайсыздар. Жауап бергенде жалпы бірге жұмылып жұмыс жасағанда ынтымақтықта бірге боласыздар. Солай ма? Енді балалар, маған айта қойыңызшы, бағалы металдарға қандай металл жатады? Бағалы металлар. Кім Алихан? Алтын, күміс бағалы металдарға жатады. Олардың әшекей бұйымдары. Жақсы, керемет. Балалар, дұрыс. Алтын бағалы металдардың бірі болып есептеледі. Алтынның ең жоғарғы пробасы, сынамасы 999-ші проба болып есептеледі. Бүгінгі сабақта сіздерді дұрыс жауаптарыңызды мына алтынның құймасымен бағалайтын боламын. Түсіндіңдер ме? Бір дұрыс жауап берсеңдер, бір құйма беремін. Мынау сіздердің әрбір дұрыс жауап бергендерің мен үшін құнды. Сондықтан мынау 1 килограммдық алтын. Түсіндіңдер ме? Ең жоғарғы сапалы. Осымен сендерді сабақ бойы бағалаймын. Сабақтың соңында мына әрбір бағаны алған сайын бір жауапқа 1 балл, соны алғаннан кейін өздерінің алдындағы бағалау шкалаларында бүйтіп жылжытып отырасыңдар. Білесіңдер оған бәрін. Сабақ соңында осы құралдар бойынша бағаланасыңдар, балдарын журналға қойылады. Түсінікті ме? Жақсы. Енді қазір қайта бүйтіп шауып бері қарай кете бермеу үшін, егер орындарына жауап беріп жатсаңдар, мына нелеріне салып қойыңдар. Бөліп салып қойшы. Бір жауапты әдеттегідей өздерің 1 балдан алып отырасыздар. Білімдеріңізді қайталап жіберейік. Пайдалы қазбаны зерттейтін адамды кім дейді? Ғалымдар. Кім дейді? Қайталап. Пайдалы қазбаны зерттейтін адамды геолог дейді. Керемет. Өзіңе бір алтыннан аламын. Қазақтың тұңғыш геологы кім? Айта қой ағылым. Қазақтың ең тұңғыш ғылымы ол Қаныш Сәтпаев. Дұрыс. Кені деген не? Полиметалл кені деген не, Айшат? Құрамынан бірнеше металл бөліп алуға болатын шындыр полиметалл деп атайды. Керемет. Айта алқым, Данияр? Ридгер Зырянда. Ол қай жерде орналасқан? Шығыс Қазақстанда. Картадан көрсете алып. Полиметаллдың несін, шартты белгісін тапты, жастыра алып. Дұрыс. Жез, мырыш пен мыстың қоспасы. Керемет. Атырауда. Тағы қай жерде? Тағы. Алтындарыңды алып отындар балалар. Кел ал. Қай жерде? Ақтау. Каспий маңына айналасын бәрі мұнай тұнған, иә? Жақсы. Келесі тағы қай жерде? Кім Айсұлтан? Құмкөл деген қай жерде? Ол қай жерде? Құмкөл кен орны қай жерде? Қызылордада. Жақсы. Дұрыс. Жұмсақ металл. Оңай өңделеді. Ең тамаша қасиеті электр тоғын жақсы өткізетіндігі. Одан электр сымы, электр машиналар мен бөлшектері жасалады. Оны телефон, телеграф байланысында кеңінен қолданады. Бұл не? Бұл қайда алғасы? Мыс. Мыс, дұрыс. Мыс қай жерде өндіріледі? Жезқазғанда. Жезқазғанда өндіріледі. Жабыстырамыз. Мыстың шартты белгісі. Дұрыс. Керемет. Білмейсіз бе? Ха? Жақсы, Қарағандыны көрсете ал. Қарағандыда қандай әдіспен өндіріледі? Қарағандыда шақты әдіс. Дұрыс. Жабық шахтамен өндіріледі. Ол жердің екі басында айта ал. Басында Кореялық пен ашық әдіспен өндіріледі. Келе ал. Білесің бе қиналатын қай жерде? Белгілі аласың ба? Қоя ал.
Так, отырамын. Рахмет. Дұрыс па балалар? Дұрыс па? Қарағанды мына жерде ме? Міне. Мына Қарағандыны дұрыс белгілемей кеткен ғой. Мына Қарағандыны аталым. Бұл не? Газ. Газ қайда өндіріледі? Ақсайда. Дұрыс па балалар? Керемет. Алдының дұрыс. Қай жерге жабысты? Қай жерге келу? Кім біледі? Білесің бе? Жабысты. Астанадан жоғары нышаны. Керемет. Отырақ, молодец. Жақсы балалар. Жабыса ма? Жабысты ма? Не үшін жабыспай тұр? Дұрыс балалар. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы келсіз пайдалы қазбалар дегеніміз не? Пайдалы қазба деп атаймыз. Сол себепті құрамында металл болмағасын сендердің магниттерің жабыспай тұр балалар. Деп аталатын білетін боласыңдар. Және еліміздегі кенсіз пайдалы қазбалардың таралу аймақтарын анықтайсыздар. Бүгін сабақтың басынан аяғына дейін тек қана кенсіз пайдалы қазбалар туралы айтатын боламыз. Солай ма? Так, жақсы. Әр топқа мәтіндер беріп жатырмын. Жұп, мына бір жұп екеуін оқиық. Қайда пайда болды? Жүрін жасайық бірінші. Табиғи және синтетикалық. Банкерді ал. Табиғи және Тез жазамыз, мына жағына тағырын жаза беріңдер. Бәрі келе беріңдер. Тез. Балалар, уақыт, тез. Болды, қай жерден аяқтаңыздар, сол жерден аяқ. Дәптерлеріңді ашыңдар балалар. Қазір мына айтылған мәліметтің күшті басар. Тақтастың түрлері мәрмәр, тығыз, жыныстар және кеміктік минерал. Ең алдымен моллюскалардың қалдықтарының жиынтықтарынан пайда болған. Дұрыс. Ары қарай. Жазған жоқсыңдар, да? Так, балалар, Ақтасты горки деген жер бар, білесіңдер ма? Сол жерде известковый завод бар. Міне, сондықтан оны мен оралмасына белгілеп қоямын. Так, неше бал қоямыз? 2 бал. 2 шапалақ. Мырзаханның тобы 2 алтын автоматически аласыңдар. Ол жерден алмай ақ қойыңдар әрқайсысын. Просто жылжыта алыңдар 2 балалар. Келесі. Мына 3-ші топ. 3-ші топ. Олар медицинада косметика жасауға, қағаз жасауға қолданылады. Ол жануардың тістерінің сүруінен пайда болған. Оны табиғи және синтетикалық деп бөлуге болады. Дұрыс балалар. Енді қараңдар. Мынау бордың шартты белгісі. Бор біздерде кен орны көбіне мына Ақсай Бөрі жерінде, Бөрі деген ауданда орналасқан. Рахмет көп. Үшеуі де дұрыс. Отырайық. Келесі, 4-ші топ. Түрлері қарасыз теңіз қызы. Видеосын қараймыз, мұқият қараймыз, себебі қазір не туралы екенін сұраймыз сіздерден.
құм, саз, ас тұзы. Бұлар кенсіз пайдалы қазбалар. Бұлардың құрамында ол үшін шикізат зауыттың ең алғашқы цехына жеткізіледі. Сөйтіп кескіш қондырғының тұғырына қойылады. Бұл жерде гранит блоктары қажет өлшемде тігінен кесіледі. Қондырғының кескіші алып темір дисктерден тұрады. Әр дисктегі тістердің ұшына өткір алмас орнатылған. Кескен кезде тастың шаңы ұшпас үшін айналмалы дискімен қатар өндірістік су ағызылады. Әктас, фосфорит, құм, саз, ас тұзы. Бұлар кенсіз пайдалы қазбалар. Бұлардың құрамында металл болмайды. Бұл пайдалы қазбаларды табиғи түрінде немесе өндіріс. Жоқ, сазды қасық. Бірінші қасықпен мынаның ішіне аласында. Ең бірінші сендерде саздың қаттылығын анықтаймыз. Саз қатты ма? Қатты ма? Жұмсақ, плюс қойыңдар онда. Қатты емес, минус қойыңдар, е. Ана жерде не зат? Морт сынғыштығы, бұл морт сынама? Сынама? Саз сынама? Жоқ. Келесі. Енді су құямыз, су өткіземіз, соны қарайсыңдар мынаның ішіне. Міне, қараймыз. Су өте ме? Негізі су өтпейді, мынау дейтін. Су өтпейді, шамалы өтеді бұдан. Енді мынаны қара. Суда ери ме? Суда ери ме? Қара. Қара. Астында тұнда қалды, ерімейді, жақсы. Кеттік, келесі топ. Кеттік, тез. Суа ма? Қатты ма? Жоқ. Жоқ, рас. Ол бос жұмыс. Құяғы, мынаған бір ұсал, мұнда бір екі шу сал. Тез. Таласпа. Ери ме? Жоқ, ерімейді жасында. Астында ерімей қалды. Так, ар жағына салыңдар. Мына сал. Су өткізе ме? Су өткізе ме? Тез. Так, су. Az düşün. Өткізе ме су? Иә. Өткізе. Ал келеміз, мына жерге келеміз. Сал, мында сал. Сал, мынаны сал, мынаны анда сал. Борма апайма. Иә, міне су құясын, анда сал. Ери ме? Иә. Ермейді да конца, да? Мында сал. Сал, су құй. Жоқ. Өткізе ме су? Өткізеді. Кеттік. Осы ұстығы. Морт сынғыш, сындырып көр ортасына. Жақсы, кеттік. Кеттік, ал, мына жерге. Суда ермейді ол. Так, үстіне су құямыз. Ери ме? Мынаның үстіне сал, су өткізе ме? Қараймыз. Тез. Өткізеді, жақсы. Мынаны сындырып көр, сынама. Қайсың сындырып? Сынады. Так, жақсы, өте қойыңыздар. Так, қараймыз. Фосфор алынатын фосфорит кені қайда шоғырланған? Айтамын. Қаратауда белгілейміз. Отырамыз. Келесі. Фосфор, так, келесі. Жіңішке талшықтардан тұратын кенсіз минералды қалай атаймыз? Молодец, келе бас. Балдарында алып тез, лақ жүк, тез. Лақ бұл қал. Тез. Пайдалы қазбаны белгіле. Мыс. Гранит. Так, келесі. Пайдалы қазбаға не жатады осының ішінде? Дұрыс. Тез. 12 келді. Балтарыңызды мен журналға қоямын, балалар. Енді. Жақсы. Керемет. Енді, балалар, бүгінгі сабақта нені түсінсеңдер, бәрі түсінуге асасыңдар. Сұрақтарың болса сұрақ қыласыңдар.
балық шаруашылығында жаңағы тыңайтқыштар жасауға пайдаланамыз, иә балалар? Мінекей бүгін сабақта өте жақсы қатыстыңдар. Сіздерге көп рахмет балалар.